Мен Иралиева Закия Измахановна. Маңғыстау облысы. Қарақия ауданы. Құланды мектебі тарих пәні мұғалімі, педагог зерттеуші. Tәуелсіздік мерекемізге дәл келіп тұр. Өткен күні біз тәуелсіздігімізді тойладық. Ал тәуелсіздік өз-өзінен келмейді, білесіз ғой, иә? Тәуелсіздік кімнен, қай мемлекеттен біз алдық тәуелсіздігімізді? Қай ел бізге? Одайлайды. Қай? Ресейден. Ал Ресей өзі бізді отарлап алу саясатыны, қазақ хандығын жойып бастады. Соған қарсы біздер халық көтеріліс бастады, дұрыс па? Ал бірінші көтерілісті кім басшылығында еді? Исатайдан алдым. Ол қазақтың қай жерінде еді? Қай? Ұлы жүз, кіші жүз? Кіші жүздің жерінде еді, иә? Ал кіші жүздің жерінде Исатай сырым басшылығында көтерілісте нәтиже болды ма? Қай өзеннің жағалауында? Жайық өзені. Жайық өзенінің ана жағында жайлауға, мал жайлауға рұқсат бермеді, бірақ соны қол жеткізді ме халық? Ал одан кейінгі екінші көтеріліс. Айттыңдар, Исатай Тайманұлы дағы Махамбет. Өтеміз олар. Ал ол қай жүзді болды? Орта жүзде болды. Ал нешінші жылдар болды сол? Аха. Енді осы көтерілістерден кейін алдыңғы сабақты өттік, үшінші көтеріліс. Ол қандай көтеріліс еді? Кім басшылығында? Кенесары Қасымұлы бастаған құлт-азаттық көтеріліс. Азаттық көтерілісі 2 сағат берілген. Бірінші сабағымызды өттік. Енді үйге берілген тапсырманы қалай орындап бердіңіз, есіңізде қалды. Соны мына ойын арқылы сіздер біліп аламыз. Қашан дүниеге келді? Кенесары айтамыз. Бірінші жыл. Кейбір деректерден нешінші жылда келеді? 2 деп келеді. 2 әдебиетте 2. Ал енді дұрыс жауабын қарай. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі.
Келесі. Қане? Әкесі Қасымға, анасының аты Айгүл. Айгүл дұрыс па? Ал, сәлем қарай. Келесі. Кенесары кімнің ұрпағы? Мына топта деген қоятымыз кәнеміз болсын. Орымыздан тұрмайдамыз, Шыңғыс ханның ұрпағы. Кім болып тұрады? Неге? 27-ші ұрпағы. Ал кімнің немересі? Абылай ханның немересі. Ал. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі. Кенесары қай жерде дүниеге келген? Тау, Нұршат. Көкшетауда дүниеге Көкшетауда дүниеге келген. Дұрыс? Келесі. Кенесары отаршылдарға қарсы күресте кімнің жолын жалғастырды? Парасат. ағасы Саржанның ісін жалғастырды. Ағасы Саржанды тәуелсіздік алу үшін отаршылға қарсы бастарды. Әкесі Қасымның емес пе? Жоқ, Бауыры Саржанның. Жарайсың. Келесі. Ой, отыр жүріп. Кім ретінде танылып еді? Дипломат дегеніміз кім ол? Күрес жолы емес. Алдында тұрған проблемаларды шешуге әрекет жасаған. Кенесарының ізбасары және қарындасы әйел адамдардан қатысты тағы. Басқалар, кім емізді? Кім екен Ақылбек айтшы мені ғой? Аға, қарындасының аты кім екен? Бопай ханым. Ол да неге қатысты? Көтеріліске. Жетінші қоғай көтеріліске. Ол 37-47-дегі көтеріліске қатысқан. Ал әкесі Қасым, ағасы Саржанды өлтіруге бұйрық берген кім? Қай ханның адамдары осыларды өлтіруге бұйрық берді? Жол, екі жақтағы жол бар. Ресей империясында дұрыс па? Жоқ. Қанша сүріп көрейік кәні? Барға вариант айтатын. Қане? Кім айтады? Бұхара ма? Көрейік, біріміз Ресей, біріміз Бұхара деп тұрсыз. Кім екен? Бұхан хан, Орта Азия хандары. Кім екен? Бұхан ханның бұйрығымен. Кім өлтірді? Кімді өлтірді Бұхан ханы? Саржанды ағасы Саржанды тағы? Әкесін өлтірген. Ал тамаша, бүгінгі сабағымызда қазір сіздерге тапсырма беріледі. Сол тапсырманы орындаудан алдын кішкене мына карталар қарап не туралы әңгіме болады бүгінгі сабағымызда? Картада көріп тұрсыз. Сізде мына жерде Қазақстан толып тұр, иә? Қазақстан бұл кімнің жері? Қасым хан басшылығында көтерілісі болған жер. Ал екінші топ Ресей. Неге Ресейді алдық? Себебі қай жақтан келіп тұр мына стрелкілер? Кім отарлап тұр? Ресей. Соған қарсы болған күрес. Сондықтан сіз біздің ата жауымыз болып тұрған қай мемлекетсіз? Ресей. Ал үшінші Қырғыз. Білесіз? Кім болған айтты? Қырғыздардың, е, мына жағымызда Қырғыз таулы берді елде. Қарын көріп тұрсыз, сірекін мына жақтан келді. Сондықтан мына топ сіз Қырғыз боласыз. Ал төртінші топ Орта Азияда хандықтар Хива ханы, Бұхара әмірлігі және қайсы? Қоқан жағы өлтірдеді қой. Осы мемлекеттердің көріп тұрсыз сірекілер қай жаққа келіп тұр? Қазақстанға. Кенесары көтерілісі түгел қазақтың бәр жерін қамтиды. Тек кіші жүз, или ұлы жүз демейміз. Бүкіл Қазақстан территориясын қамтыған көтеріліс 10 жыл жалғасады. Ал енді сонда біз көріп қандай қиын жағдайда тұрмыз? Тек қана Ресей емес, жан жақтан бізге кім
шабуыл жасап тұр. Сол себептен қазір мен сіздерге тапсырма бергенде мен мына жерде айтып тұрмын, ең главныйсы Майтөбе деген жерге келеді болады. Соңғы шайқасы, Майтөбе шайқасында білесіз, өзінің жан сенген адам Рүстем білет, Сипатай деген адам оны сатып, осындай қырғында тұрған кезінде тастап не болады, қашып кетеді. Ал енді мына жақтағы қырғыздардың болған шабуылында себеп болған зат Ресей не қылып болса да не алмайды, оны бағындыра алмайды. Соның үшін айтады, бағасын алып келген адамға қанша ақша берілмейді? 3 мың сом берілмейді. Енді соған қызыққан мына жақта қырғыздар кімнің ізіне түседі? Кенесарының артына түседі. Не болып болса да кімнің сенімін ақтап ақшаға бай болғысы келеді? Ресейдің. Ал енді сол шайқаста екі сенген адам шығып кетеді. Тек қана бұның қасында қалады Амангелді Имамов деген көтерілісті өтесіз 9-шы класс болғанда. Сол Амангелдінің әкесі Имам Батыр мына қалады да 32 сарбазы білен Майтөбе деген жерді қоршауда қалады. Оны қырғыз магнаттары қоршап алады, басына алып кімге жібереді? Ресейге жібереді. Ал мен енді сіздерге жалпылам айттым. Енді әр топқа қазір тапсырма беріледі, онда сіз мен сияқты общий направление емес, біреуіңіз жылын анықтайсыз, біреуіңіз соғыстағы кімдерді анықтайсыз, тарихи тұлғаларды айтасыз, біреуіңіз кімге түседі білмеймін да, біреуіңіз оның бағасын айтасыз, біреуіңіз жеңілу тарихи маңызын айтасыз. Оның үшін мен мына кубикті қолданамын сіздер. Мына QR код мына қарап тұрың, мына QR коды. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бойынша тапсырмаларды орындау үшін сіздерді топқа бөлемін. Қай тұрған таңдайсыз жылдан бұл? Қайсы? Бола ғой, осы ма? Сіздерге тапсырма, онда? Оқиғаның тарихи маңызын анықтаңыз. Тарихи маңызы сіздерге ал таңдайсыз. Мұнаны таңдамайсыз, басқасын таңдайсыз. Жылдан бұл. Тарихи оқиғадағы тұлғаларға сипаттама беріңдер. Тұлғалар туралы айтасыз, тұлғаларға сипаттама бересіз. Ал енді мына екеуі кетті, ма үшеуі кетті, қалған таңдайсыз. Соны таңдадық па? Тарихи оқиғаның барысы туралы хронологиялық мәтін құрастырыңдар. Көтерілістің барысы туралы хронология жылдармен жұмыс жасайсыз. Ал енді сіздерге мынау қалыптыр ғой енді. Таңдау жоқ енді соңғысы келдіңіз. Сіздердің тапсырмаңыз. Тарихи оқиғаның теріс әсерін және жеңілу себептерін анықтаңыз. Жеңілу себептері Айттан айтайық па? Тыңда. Жеңілу себептерін тарихи маңызын айтады. Ол тарихи маңызын айтады. Түсіндік па? Ал кетті 5 минут уақыт беріледі. Қарайыңыз, кітабымыздан тапсырманың жауабını қысқартылып, анық қылып жауап беруге әрекет жасайық. Жауап беруге әркім өзін жауап берген көтеріп қала береді, бірақ сен қала береді. Саған бөлек ерекше тапсырма беріледі, бұл өнер бағаланады. Мынада саған дейкі олар. Сызылықты мысалы жоқ, ол ерекше тапсырмамыз. Қазірше өнер бағаланады. Сен көтеріп берген кезінде жауап бермеңізден кейін Sen de sizde de yeni olay tapsırmalarına bağlı verelim. Ya, olay tapsırmaları. Bakınız, böyle canı tutursak da Nazım bağlasını koyalım, onu böyle tapsırma edelim buraya.
Üçümüz farklı жағдай. Өзі қоя қайта қайтын. Соны істейсіз. Al dinleyelim tavsiyelerini boyunca dayı oldu, vakit gitti, almazsanız birinci top Hafif болды. Тұлғалар туралы үйге берілген тапсырма болуымыз керек. Тұлғалар кімге? Сізге бар. Кәне, төртімізді шығайыз. Тақтай жасамыз суда. Кім тапсырма бар екен? Барымыз қоямыз. Жылдам айтамыз. Кім тұлғалар? Жантөре, Жантөре, Айшуақ. Ал болат кімдер екен? көтеріліске қатысқан. Аха. Тағы? Дайындықты қоямыз, тыңдаймыз. Үш топта дайындықты қояйық, тыңдаймыз. Жантөре білем, Айшуақ. Қазақтардың ішінде қосылады, отрядын әкеп қосады, бірақ не қылады, сатқын тастап кетеді керек кезінде. Айшуақ өлі білем, кім екен? Жантөре. Ал сен кімді айта аласың? Айтылғаны? Кім? Ресей патшасы сол кезде олар тұлғаға жатады ғой? Николай. Нешінші Николай? Бірінші екінші? Бірінші Николай. Ал ол орыстың патшасы. Келесі, барысы, көтерілістің барысы, хронологиясы, судан көре қой. Тыңдаймыз балалар. Кенесары бас болып, ірі көтеріліс бастады. Оған 300-ден қазақтың бәрі қатысты. Сол көтеріліс қазақтың ең ірі көтерілістердің бірі болып еді. Нешінші ғасырда? 18. Аха. Қашан аяқталды? Ең үлкен шайқас нешінші болды? Қайсен? Май? Нешінші болды сол? 46-да болды, иә? Өзіндек айда Кенесары сайланды. Қараң, мына хандардың ең соңында тұрған Кенесары хан, иә? Орыстар отарлап алып хандықты жойды. Сол хандықты қайта тіктеген адам кім екен? Нешінші жыл бүкіл қазақтың ханы болды? 1840. Бірінші жылы болады. Жарайсыз. Ал саған мына картадан көтерілістің негізгі шайқас болған жерді көрсетші. Карта екен бұл. Қай жер? Май төбек бір картадан көрсетсең болды. Жарайды, отыра қой. Отыр. Ал енді жеңілу себептері қай топта еді? Келе қойын, жеңілу себептері. Сипаттайды, айтты, үстүйенді айтты, олар минут кетті. Суда екінші? Айтамыз.
тұрақты. Орыстарды Тұрақты. Ал оны тек жол деген кезде ғана не қылады? Қол жинайды. Тұрақты әскер мықты бола ма? Асықса жиналған әскер мықты бола ма? Значит, тұрақты болмағаны тағы бір себебі. Ал тарихи маңызы келеміз. Қандай тарихи маңызы бар екен? Жылда тарихи маңызы. Көтерілістің тарихи маңызы? таныс емес таулы шапқалар қазақтар қалып қояды, қамаққа. Сұлтан Мүсліммен және ұлы жүздің биі Сыпатай нені көтерілісшілердің жағдайларын төмендеп жібереді. Олар неден шатқалды бұзып шығып қашуды естеді. Ал содан сен қандай өзіңе өнегелі не зат алдың? Сипатайдай болам, Рүстемдей болам деп ойлайсың ба? Қандай өзіңе жақсы жағын қалай аласың? Сенімді не қылу керек? Кенесары хандар оған келіспейді. Кенесары хандар 30-дан астам сұлтанымен және де аз ғана сарбаздарымен еркіндікпен күресіп тұтқынға түседі. Олар қырғыз ал сенікі тарихи маңызы мені, ал 30-дан астам сұлтандармен сарбаздарды өлім жазасына кеседі. барысы, сен аманлықтың тапсырмасын айтасың. Ал Барбатар айтатын қай сөзді таптың орнын? Бейбітшілік және тыныштық жағдайында оны Жарайсың. Мына екеумізге 2 балл. Төмен оқиды деген оқушымыз орындақты. Сіз екеумізге балл жоқ. Ал шкаланы сөйтіп, ананы баллын сөйтіп көтереміз. Енді бәріміз тақтайға қараймыздар. Тапсырмаңызда қай жерде мән бермей кеткеніңізді біліп алайық. Бірінші топта мыналарға сіз мән беруіңіз керек еді. Қазақ хандығы кімдер арқылы басқарды? Кім? Тұлғалар. Кімдер арқылы басқарды? Жасауылдар. Қырғыздың ақсүйектерін кімдер атаймыз? Манат. Әйелді біліп тұр. Тұлғаларға сіздер манаттар туралы айтуыңыз керек. Байырғы жергілікті халық көшпелі қазақтарды кім деп атаймыз? Біліп отырсыз, номадтар деп атаймыз. Ал Кенесарыны Ресей ғалымдары қандай сұлтан деп атайды? Бірінші сұлтан кітабымызда тұр, неге айтпаймыз? Ал Кенесары Наурызбай кім еді? Інісі. Кенесары 2 ұлының дастанын кім жазған? Қай жырау айтады? Нысан бай жырау, тұлға, есімізді аламыз. Енді көтерілістің нағыз шындығын жазған тарихшы Ильяс Есенберлин. Есіңізде қалды ма? Ал бұның кітабының аты Хан Кене деп аталады. Ал бірінші топта соларда тоқталу керек еді. Екіншісінде жылдарға тоқталсақ, 36-да не болды? Көтеріліс басталды. Шаржан өлтірілді, 36, 37-де басталды. Қасым нешінші жылы өлді? 40-шы жылы. Жазалаушы отряд келді. 45. Отрядтың басқарған Долгоплен Гермс басқарды. Аяқталды. Жетті. Ал енді жеңілу себебіні мынау жақсы айтты деп ойлаймын. Әскері қандай? Тұрақты емес. Алауышылық бар. Үшінші, Қоқан хандығы сенген адамдары, оларға кезінде өз шабуыл жасап тұрды. Жан-жағына 3 жақтан да келгеннен кейін Кенесарының күштері не қылады? Бөлініп кетеді. Бір уақытта 3 жақтан дұшпанымыз бүйтіп тұрса, күшіміз бөлінгеннен кейін кім жеңеді өзі? Кімнің қолы
болады? Жауды қолы керек болады. Сол себептен жеңіліп қалды. Тағы өзі бағындырып келген адамдардан қатаң болып не алды? Салық алды. Мысалы біз айтамыз қырғызды, бауырымыз дейді, қазақ қырғыз бірдей. Бірақ осы қиын жағдайда сенімін ақтай алмай жаман көрініп қалды. Салық алу үшін оның керуеніне не қылады? Салық бермеген үшін шабуыл жасайды. Кезекпен қолында күші азайған кезінде мен сіздердің жеріңіз жаулап алу ниетім жоқ, бірақ орыс пен қоқанға қарсы шығысқанда қазақ қырғыз бірге болайық дегенде мына қырғыздар не қылмайды? Сен дейді да, қазір орыстың несіне алып кетеді? Ақшасына не болады? Сол 300 миллион алып, бірақ қырғыздың атына қарапетновкалардың заты қылып Кенесарыны басын кімге апарады? Ресейге апарады. Ал жалғастырайық. Енді келесі тапсырмамыз біліп қояйық. Енді сіз үлкен класс бүгін талдауыңыз керек. Талдағанда мынау кімнің басы? Бәріміз мұсылманбыз, 12 мүшеміз керек болса шашымызға дейін бәрі бір жерде жатқан дұрыс. Осындай тарихи тұлға тәуелсіздігімізді алуға көп үлесін қосқан ең соңғы ханымыздың басы әліге дейін өзінің мазарына маған қойылмаған. Себебі қараң ұлт қорлау деген қандай? Бермейміз. Осы сүйектен, бас сүйектен орыстағы не пайда? Омскідегі музейде бұның басы тұр. Тәуелсіздік алып, қарайған сенің данныйларың берем, админ қалай, или ақшаны берем десе, не қылмай отыр? Бермей отыр. Енді мынаны қарай, қазақтар өз еркі білен қосылғандығының 250 жылдығында шығарған Марксі. Жақына келіп қарасам мына жазылып тұрды. Қазақтардың Ресейге қосылуының 250 жылдығы. Қазақ, орыс өзіміз еркіміз білен не қылыппыз? Солай ма шындығында? Кім қалай айтады? Енді қазір сабақта айтып отырғанды біліп отырсыз ғой? Қалай? Отар болмаса, бас көтеріп шыға ма? Жоқ. Қарайғандан қырыла ма? Жоқ. Оны нағыз тарихта не қылмайды? Қалдырмайды. Қалдырды біз орыс ағамыз, өзіміз, өз еркімізбен не қылдық? Қосылдық деп 75 жылға дейін осындай тарих, өтірік тарихты біз оқып келдік. Тәуелсіздік алдық. Енді шындығында ақиқат нере шығып жатыр? Ақиқат шығып жатыр. Сіз бүгінгі кезде мынаны сіз біліп отырсыз. Түсіндік қой, Ал енді сіздерге талдағандағы алған білімдеріңізге қарай мына тапсырманы ашам. Оның үшін телефондарыңызды таратайын. Кім мынау? Айзаров. Жеті деген группаңызды ашып мынау айтады, шақырады. Сағында жүр. Столдың үстіндегі партияны алдыңыздар ма? Жеті дегенге кіреміз, парасат. Мен дедім. Мерей, сіз осынды дұрыс орындаған үшін қазір басы төмен болады. Талдабай ол. Мерей деп саған басқан телефон бермесін бе? Тұршай. Жеті ағай кірем. Қазір сізде ма бар? Ақмаржан қайда? Түгел бәрімізде бар ма? Ал бастадық. Жеті ағаны ашып кірем. Топқа. Бәріміз соны ашамыз. Имя деген жерге атымызды жазамыз. Одан кейін бастау деген шығады, соны басасыз. Сұрақтың 3 варианты бар. Біреуін таңдайсыз. Таңдағаннан кейін отправить класс. Жеке жұмыс бұл. Топ бол жұмыс жасадыңыз. Әркім жеке орын берді.
Şimdi dışarı bölümdeki ruhsat verip otursun, açsın tutmayın. Açın da. İme yazısını atınca aklıma ne olacak? Ana arada уже familiyanız kim koşulu çıkar. Jaylap orundayız. Bir kısımda şüpheliyim. Ben karşınızda var жүргім керек жоқ. Мына әрекетіңнің аты жөні қысарса, значит ол екі рет қайтадан жүрмеген болады. Ол қабылданбайды. Қазірше ақылбек, берекет, нұргелді. Бейнарыс. Ұлан. Bir kіріп қайтадан шықпаңыз деп қызарып тұрсыз. Ал бірінші сұрақта әлі ешкім белгілемеді. Қарай. İyi adını İlk sözsüzlüğü oluşlar bilgi orunda tabanlarının bilgi orunda birinci sorağının üstünmesinde bir ikiriz, ikinci oluşlarda Енді dursun kırpınlık ver. Allah. Aşkım. Buna tut. Normal bir olmaz. Bereket birinci dırız. Nurgöz'e birinci dırız. Amankoz dırız. Akılbek dırız. Bereket ikinci dırız. Kayıtlarını çıkar vermeyin kızlar, Akmarcan, Aycan, kayıt göre vermeyin. Bereket oylanmış cevap ver, üçüncü kate. Şundan bulalım. Vaktıda 2 minut ayet kalır. O da vermez. Buna kızlar neyi görmüyorlar? Çok arkada neyi Akmarcan kıramaya kırmızı. Kıramazsan sorak kolay kim bilmeyi aldı da barazadı. Kutudu da. Var mı? Barasan var. İncu varsın. Bir ara tıklar. Şundan bu. Bakalım. Yok, bak biz ya ada di atas ini dua antara media ini akan mengerai
Nurşuat, böyle şu kafana kaçan orundayız. Şundan bolun. Kim? Aklınıza kimsin? Kimdir bolğanı asalar koyun. Yedinci. Uş vaqt bo'lib qoladi, ush bitib qoladi. Qarang. Nurşuat sen qayerga chiqmaydi? Endi kirdimi? Nurşuat aldingi o'zingiz qayda? Ana bir yengil chiqib ketibdir qo'ying. Nurşuat 6 bal, Bereket 6 bal. Jindon bo'lib, mana iki adam iki o'g'il. Qattingizni qarang bo'lgan odamlar. Ha? Qattingiz qayerdan qarab keltirasiz? Qizlar, shunday. Bereket, aman qo'shmalarni qattingiz shunday. Durust. Üç adam kaydı. Yedi. Ben durust bo'lganda ko'taramiz xalqlarimizni. Namozni. Qaysinik? Bo'lsinmi? Al. Bunadan nol o'sunda olgan balim seniki 2 bal matek. O'sunda testdagi balani qo'yam. Sen anada 2 bal olding bu. 2 balga tag testing balini qo'shasan hozir. 7-chi bal. Endi Жадан болмада жауабыңызды сендер үш бал отырсың ба? Екі бал. Сен қабыл айтқаның ба? Иә, 2 бал қойып, мына несін жадан болмайды. Ақылбек біліп қараса. Абай, аққа сөзсің ба? Олар үйінде болу. Нұргелді. Молодец, Нұргелді 6 бал. Kimdi ko'rib kerak? Al, qanday dechasi bo'laysiz, ya? O'sha to'g'rizda bo'l. Endi topshirgan odamga ko'maklashmay, oldingizda nega bugungi sababga qanday nemiz bor? Ne qiyin bo'ldi? Ne bo'ldi? Arkasini yopib, ana shu yerga qo'yamiz. Nurgeldi 5, Nurşuat 5, Parasat 5, İncu'da 5, Toşa İncu 3'lük. Bular ne? Al indi. Şimdi yazıp ile koyun. Gelin koyun. Sabahımız netkilerin. Akay 2 bal bulsan. 5 bal bulsan derdi durust bulganda. Babalarımızı çıkaralım, avustırmayın, gözünüzü dürüst bağlarınız çok ben karayım. Asıllarınız dürüsttür bu. Yani babalar gözünüz, kocası vermeyin. Bakın. Niye? Bunlardan kanda ekin olsun, niye zaten sürüye kaldı? Cazasılar, anne ciddi ediyormuş. Ben düşündüğüm mısasındağa, yem düşünüp geleceğim de kırmıdağa, dım düşünmedim dedim deriz mıdağa. Nurgeldi bütün sabahta ağlayız. Şağlar düşünmeydi. Dım düşünmeydi. Koluk düşündüm emezsin, bırağa gelir seni. Sebebi, üye tatsınmazını aytsana mı? Şimdi yetişir gelecek kısımda. Ha? Üyge tatsınma, tercihinde Kenesar'a kanday baba diyelim Kenesar'da Resiyi kesinlikle kanday, tercih kanday. Sonuç çalıştırıp yazıp
Үйге тапсырманы орындауда оқушылар сіздерге мына видеоның сілтемесін ұсынамын. Қазір мен сіздерге Бекен Шәмілұлының Кенесары хан мен имам Шәміл туралы монологын ұсынам. Соны жақсылап түсініп, ой елегіңізден өткізіп, екеуіне болған көзқарастың біліп алыңыз. Қазақтың Кенесары сұлтаны мен Кавказдың имам Шәмілі дәл бір мезгілде отарлаушыларға қарсы көтерілді. Қаптауында Шәміл атқа қонғанда ақ патшадан шен алған бек сұлтандар атақты Қажымұрат, Авар жұртының абыройы Гамзат бек, Елісу сұлтаны Данилдер иықтарындағы алтын зерлі пагонды жұлып тастап, көтерілісшілерге қосылды. Барлығы дерлік Шәміл айтқан опасыздар жердің астында жатсын деген жалғыз ауыз сөздің ығына жығылды. Нәтижесінде көтерілісшілер саны 40 мыңға жетіп, 20 мың тұрақты жасақ ұстады. Ал қазақтың би сұлтандары ше? Кенесарыны қолдап азаттық үшін күреске шығудың орнына патшаның солдаттарымен бірігіп, оған қарсы тұрды. Ақмола округінің аға сұлтаны Қоңырқұлжа Құдаймендин 1840 жылы 5 ақпанда Кенесарыға көрсеткен қарсылығы үшін патшадан полковник шенін алды. Арқа өңіріне атақты билердің бірі Кішкентайдың Аққошқары Кене ханды қолдаған қазақ ауылдарын шапқаны үшін Батыс Сібір генерал-губернаторынан алтын шапан сыйлығын алды. 1843 жылдың тамызында сұлтандар Жантөреұлы мен Айшуағұлы көтерілісшілерге қарсы жасақ жабдықтады. Бірақ имам Шәміл де, Кенесары да жеңіске жеткен жоқ. Тек қана азаттық үшін күрескен ұлы тұлғалар ретінде екеуі де тарихта қалды. Хан Кене 1847 жылы 45 жасында қырғыздардың қолынан мерт болды. Имам Шәміл болса 1859 жылы орыстардың қолына түсті. Оны өлтіруге отаршылар қорықты. Шәміл өлсе қаһарлы таулықтардың тағы бір сойқанды бастарын білді. Оны Калугаға алып барып, ауласында бау-бақшасы мен мешіті бар ең жақсы үйлердің біріне қоныстандырды. Кейін имамның Дағыстанда қалған отбасы да түгел осында жеткізілді. Ақпатша Шәміл үшін жыл сайын қазынадан 20 мың рубль бөлгізіп, имамның өзіне 15 мың рубльдей пенсия тағайындады. 1868 жылы Меккеге барып, аман-есен қажылық парызын өтеді. 72 жасында тағы да қажылыққа барып, Медина жерінде дүниеден өтті. Сүйегі атақты Бақи зиратына жерленді. Ал біздің Кенесарының сүйегі қайда қалды? Басы қайда жатыр? Қазақтың рухы осы кезден бастап әлсіреді. Оған негізгі себеп отарлаудың зардабы болса, екінші тараптан Абай атамыздың алыс жақын қазақтың бәрі қаңғып, аямай бірін-бірі жүр ғой аңдып дегеніндей сатқындық, атаққа алданбақтық немесе мәз болады болмысың арқадан ұлық қаққанға демекші, мақтаншақтық сияқты кеселдің ұлт өміріне жалпыласып кетуінен таза рухы лайланды. Бекен Қайратұлы, Қазақ үні. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, белсенділік танытқандарыңыз үшін алғыс айтамын. Біз тарихи оқиғалардың себеп салдарын талдап, өткенмен бүгіннің байланысын түсінуге тырыстық. Тарих тек дерек емес, ол тәжірибе мен тағылым. Әрбір кезеңнен сабақ алып, ой қорыта білу маңызды. Үй тапсырмасын жауапкершілікпен орындап, келесі сабаққа дайындалып келіңіздер.